Күніне 15 мың теңге таптым ютубтан үйде. Сіздермен бірге Алишер және Досбол. Бүгін бізде ютуб тақырыбы болады. 15 мың теңге күнде қалай таптым? Осы сұраққа жауабын аласыздар. Шаг за шагым бәрін түсіндіріп беремін. Ең бірінші былай болды. Үйде отырам, еш затқа желание жоқ, ақша жоқ, қалтада көк тиын жоқ. Досикке барамын мен. Досик бір заттар істеу керек, движение істеу керек деймін да. Ол кезде ютубтан хабарым бар, жалпы видео салу, жаңағыдай монетизация қосу, ақша түсу, олардың бәрін білем. Досикке бір күн айтам, короче. Досеке, короче, мал базар түсіру керек дейді да. Мынау күліп жүреді маған. Қайдағы мал базар деп та. Базар күні барайық дедім. Мал базар түсірейік, малдың бағаларын түсіріп жүрейік дедім да. Базар күні барады, таңғы 10-да ма, 11-де ма барамыз. Барғаннан кейін айтамыз да, Досик барса, сұрасай видео түсіруге дейді да. Ұялып кішкене бір-бірімізге ұялып тұрамыз. ыңғайсызданғандай болдық. Сосын бардым да, мен айттым, аға дедім да, бізде YouTube канал бар еді, мен сіздің видеоңызды салып берейін реклама ретінде, ертең малыңыз сатылып жатса өзіңізге жақсы болады дедім да. Все, братчика, түсіріп ал деп. Солай бүйтіп малды айналдырып түсіріп шықтым. Мына малдың бағасы 60 мың теңге, 70 мың теңге, 80 мың теңге деп. Солай видео түсірдік. Кешке қарай отырып, чотан Досик монтаж салып тастау керек дейді да. Саламыз. Келесі күні қарасақ уже қанша болды просмотр? 12 мың. 12 мың просмотр жапсаң ғой, бір күннің ішінде 12 мың просмотрға. Тоқтатпадық. Айттым, Досик, әр базар сайын түсіріп тұрайық дедім да. Әр базар сайын таңертең 9-да 10-да тұрып барып түсіретін еді да. Менің өзім телефон бар, екі телефонмен екі жақтан айырып бір аптаға созып түсіретін едік. Жалпы солай біз қанша подписчик жинап едік? 620 подписчик жинадық та. Нормально монетизация шығуға жолым полный білген екен. Айттым, короче, Досик таста дедім да. Мен оданша жаңа идея таптым дедім да. Үй түсірік дедім, үй. Мен айттым Досикке, келдім да. Қандай үй дейді да. Короче, мына жақта көрші бар еді, үй сатам, продажа үй деген да. Соған барайық дедім да. Үйіңізді түсіріп берем, бесплатно ютубқа салып берем, сатып берем деп көндіріп, солай үйін түсіргенбіз біз Досик екеуміз барып. Міне мынау гүлдер, мынау үйдің бағасы, үйдің крышасы дегендей барып түсірдік қарапайым тілде міне. Жалпы бүйтіп түсіріп шықтық. Бағалары міне 25 миллион теңге тұрады, шым алғанда, анау-мынау, сосын көршілері міне дегендей да. Солардың бәрін толықтай түсірдік. Сосын кешке қарай ойласып отырдық. Досик дедім да, обложкасын бүйтіп қой дедім да. Мына үйдің бағасы сұмдық екен деп қой дедім да. Солай қойды Досик. Тегін жаздық бәрін. Текстің бәрін мұз қылдық деген, мұз қылдық қой, бір сөзбен айтқанда да. Салдық. Бір аптаның ішінде уже қанша? 60 мың ба просмотр жинады. Сонымен бір қарасам, сағатына 4-5 мың адам көріп жатыр ғой. Нереально ғой. Солай полный просмотр, енді жеткен просмотры қанша? 103 мың просмотр ғой, 103 мың. Тоқтаған жоқпын, короче. Досик дедім, екінші үй түсіріп дедім да, болмайды дедім да, барамыз, екінші үй түсіреміз да. Айтам, тәте, короче, міне менің каналым бар деймін да. Қанша? 103 мың просмотр жинаған дедім да. Әкел 5 мың теңгені қалтама сал, үйіңді идеальный қылып түсіріп берем, ютубқа салып берем, сатып берем деймін да. Қалтаға 5 мың теңгені салып алам, үйін түсірем. В общем, екі жақтан плюсқа кірген соң бүйтіп та. Үйін түсіріп алам, 2 этажға екен енді. Үйдің бағасы действительно сұмдық екен. 2 этажға үйді смело ал, қалаға жақын үй деп, обложкасын әдемілеп қойып, салып жіберген соң үй. Қанша? 70 мың просмотр жинады ғой. Сол екі видеоның арқасында мен қанша 2400 просмотр жинадым. Плюс жаңағындай монетизацияға лайк жіберіп, қабылдап, соның арқасында 15 мың теңге таптым да. Короче, инстаграмға шақырам ғой, андай үй түсірем, үйдің бағасы 10 мың теңге барып түсіру, өзің түсіру 5 мың теңге деп салып қойғанда, бір кісі шақырады, короче. Інім, короче, үй түсіру қанша болады деймін да, айтасың ғой, короче, 10 мың теңге болады деймін да. Өзің келіп түсіресің бе десем, онда 15 мың теңге болады деген соң деймін да. 15 мың теңгені Каспий-голдқа прикинь жіберіп тұр да. Айтамын, тәте, таксиге төлесеңші, таксиге деймін да. Таксиге де төлеп жібереді. 15 мың теңге келісіп, короче, Досбол деген баламен бірге барып, үйін андай 15 мың теңге түсіріп, ютубқа салып, қайтадан подписчик, қайтадан ақша тауып алған соң екі жақтан да. Яғни ол кезде мен қанша сол видео үшін 15 мың теңге алдым, қалтада плюс 15 мың теңге қалды, общий 30 мың теңге да. Какой-то бір үй үшін да, бір видео үшін, бір күннің ішінде 30 мың теңге таптым да. Мә Досик қасымда жүрген үшін деп 10 мың теңге лақтырам, 15 мың теңге, 20 мың теңге қалтада тұр. Солай жалғастыра бердік. Сосын монетизация қосылды, уже айына 150 мың, 200 мың түсе баса, тіпті 300 мыңға түскен кездері болды да. Сосын тағы да идеялар құрастырдық та. Жаңа деңгейге өтейік дедім. Енді ары қарай өзің Досик жалғастырып кетсең, енді өзің идея таптың ғой енді. Осы орайда біз Әлчер екеуміз ютубта анализ жасадық, қандай видеолармен түсіруге болады, қандай видеолар өтеді деп. Сосын біз Әлчер екеуміз машина базар, яғни авторынокқа барып видео түсіре бастадық. Әр жексенбі күні сайын Әлчер екеуміз телефонымыз аламыз да, авторынокқа барып
көлік иелерімен келісіп кәдімгідей сол жерде көліктердің бағаларын түсіріп, ішін салонын барлығын түсіріп, солай қанша бір айдай ма жүрдік, иә? Бір айдай жүрдік қой. Иә, бір айдай жүріп, монтажға қосып кәдімгідей әр жексенбі сайын тоқтамай түсіріп, үйге келгенде монтаждап күн-күнге салып бөліп тастадық. Қанша просмотр жинап едің сол аптазарда? 65 мың ғой. 65 мың просмотр. Какой-то не үшін, машина үшін. Иә. Оны енді бір кәдімгідей керемет қылып жасады, кәдімгідей андай бір қойылым сияқты бір сценариймен әдемі көрсеңіздер болады. Мына жерге қалдырып кететін боламын. Енді бұл жерде қараңыздар, біз шағым айтып тұрдық та, үйге отырдық сіздер сияқты міне. Қалтада көк тиын жоқ, жұмысқа барып келеміз, жатамыз, телефон қарап отырамыз. Мен сіздерге айттым да, міне, идея жоқ дедім да, барып мал түсірдік та, телефонға қарапайым тілде түсірдік, ютубқа салдық, ақша шығардық. Үй түсірдік, ютубқа салдық, ақша шығардық. Машина түсірдік, машинаны пайдалана отыра ақша таптық та, монетизация арқылы ютубтан да. 3 идеяны қолданып, біз қанша 3 айдың ішінде осы 3 каналға монетизация қостық та, яғни 3 айдың ішінде 3 канал болды да бізге. Жалпы солай достар, міне авто базар, мал базар, үй базар барлығымен айналыстық. Сол кезде әр канал осы қосқан кезде бір 15 мың теңге таптық. Осы досиппен 7,5-7,5-дан бөлісіп алып, уже ары қарай пакет етуді бастадық. Мен YouTube каналымен осы айналысқаннан кейін маған әншілер байланысқа шыға бастады, келісе бастадық, жүргізе бастадық. Қазір таңда сол әншілерден нормально 500-600 доллар шығарып отырық. Сосын алдағы уақытта жаңа деңгейге көшсек па деп отырмыз. Оны келесі видеода айтатын боламыз. Жалпы мен сіздерге шағын бәрін үйреттім, айттым деп ойлаймын. Сіздер де ютубер болыңыздар, бар болайық, ютубер болайық, дос болайық. Арнаға жазылып, видеоға тіркеліп кетіңіздер. Мына видеоны міндетті түрде көріңіздер. Міне, осы видеода тағы да мен өзімнің қалай 20 мың теңге табыс тапқаным туралы айтатын боламын. Сіздермен бірге болған дос бол және Әлішер, видеоға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.